Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 6-шы сыныптың 42, 43, 44, 45 есептерді шығарып түсіндіретін боламын. Алдағы видеоларда алдыңғы есептерді көріп алсаңыздар болады. 42-ші есепте 3 дүкенге көкөніс әкелді. Бірінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының екінші дүкенге әкелінген көкөніс массасына қатынасы 2-ның 3 қатынасындай. Екінші дүкенге әкелген көкөніс массасының үшінші дүкенге әкелген көкөніс массасына қатынасы 5-тің 7 қатынасындай. Бірінші дүкенге әкелген көкөніс массасы үшінші дүкенге әкелген көкөніс массасынан 770 килограмм кем. 3 дүкенге неше тонна көкөніс әкелінді? Ал бастайық. Бірінші дүкенге көкөніс әкелінді ғой. Бірінші көкөніс, яғни бірінші дүкенге әкелінген көкөністің екінші дүкенге әкелінген көкөністердің қатынасы 2-ның 3 қатынасындай. Ал екінші дүкенге әкелінген көкөністің үшінші дүкенге әкелінген көкөніс саны 5-тің 7 қатынасында. Енді мына екеуі бірдей санға келу керек. Біреуі 3 болып тұр, біреуі 5 болып тұр. Екеуі де бірдей санға келу үшін ортақ бөлім бізде 15 болып тұр. 15-ке келтіруіміз керек. Мына 15-ке келу үшін алымды бөлімде 5-ке көбейтеміз. Сонда 10 болады, мына жағы 15 болады. Яғни бөлімі 15 болады. Енді бөлшектің алымы 15 болу керек. Сол себепті алымды бөлімді 3-ке көбейтеміз. 15 бөлшектің бөлімі 21 болады екен. Ары қарай кеттік. Бізде үшінші дүкенге әкелінген бір бізде 770 кем деп тұр ғой. Енді сұрақ бізде 3 дүкенге, яғни 3 дүкенге әкелген көкөніс саны сұрайды. Бірінші көкөніс қанша, екінші көкөніс ол қанша, үшінші көкөніс қанша деп тұр. Енді шешуі бірінші. Бізде үшінші дүкенге келіп тұрған бізде 21x-тан 10x-ті аламыз да оны 770-ке теңестіреміз. Алған кезде 11x тең болады 770. X тең болады 770-ті 11-ге бөлетін болсақ 70 болады екен. Ары қарай кеттік. Бізде қатынасты жазып алайық. 10 бөлінген 15. 15 қайта-қайта жазбаймыз. Астындағы 24 жазамыз. Бөлшектің бөлімінде 21. Енді осыны біз екінші деп қояйық. 10x қосылған 15x қосылған 21x тең болады. Бізде 46x болып тұр. Енді 46x болатын болса, 46-ны, яғни x-ның орнына 70-ті қоямыз. Екеуін көбейтеміз. Сонда бізде 3220 килограмм болып тұр. Енді бізде бұл килограммда бізде айтып тұр қанша тонна көкөніс әкелінді деп тұр. Енді килограммды тоннаға айналдыратын болса 3220-ны 1000-ға бөлеміз. Ары қарай кетейік. Бастапқыда өтір мына жерде бір орын, екі орын. Өйткені артында 2 0 бар. Сонда 3,22 тонна болады екен. Жауабы 3,22 тонна. Келесі 43-ші есепке тоқталайық. 43-ші есепте Шолпан, Дина және Жанат бақтан 177 алма терді. Терген алмаларын әрбір үймеге Шолпан
3 алмадан, Дина 4 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болды. Терген алмалардың әрбір үймелерін Дина 5 алмадан, Жанат 6 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болды. Шолпан неше алма терді, Дина неше алма терді, Жанат неше алма терді дейді. Ал жазайық. Шолпан, Дина, сосын бізде Жанат, 177 алма бұлардың қолында болды. Енді бізге айтып тұр. Шолпан мен Дина үймеге, яғни 3 бөліктен берсе, 4 бөліктен берсе деді. Енді ары қарай кеттік. Дина мен Жанат 5-тен және 6-дан, яғни енді екеуде бізде Дина, бірде 4-тен, бірде 5-тен, ортақ бөлім бізде 20 болады. Яғни бөлшектің бөлімі 20 болу үшін мен 5-ке көбейтемін, сонда 15, бөлшектің бөлімі 20 болады. 20 болу үшін 4-ке көбейтемін, бөлшектің алымы 20, бөлімі 24 болады екен. Ары қарай кеттік. Енді Шолпан қанша дейді, Дина қанша алма, Жанат қанша алма жинады дейді. Ал бастайық. Бірінші, яғни шешуі. Біз барлығын қосып шығайық. Бірінші жазып алайық. 15, мына жерде 15 бөлу 20 деп жазуға болады. Мына жерде 20 бөлу 24 деп жазуға болады. 15 бөлу 20 бөлу 24, яғни екеуін мен байланыстырып жатырмын. Ал енді біз оны x пен жазып шығайық. 15x қосылған 20x қосылған 24x тең болады 177. Барлығын қосайық, бізде 59x болады, тең болады 177. Енді осы жерден x-ті табу үшін 177-ні 59-ға бөлсек, бізде 3 шығады екен. Ары қарай кеттік. Екінші бізде Шолпан. Шолпанда бізде 15x болып тұр. 15 көбейтілген 3 тең 45 болады екен. Яғни 45 алма жинаған. Одан кейін Дина, Дина бізде 20x болып тұр. 20 көбейтілген 3 тең 60. Яғни Дина 60 алма жинаған. Келесі Жанат. Жанатта бізде 24x. 24-ті 3-ке көбейтемін. Бізде 24 3-ке көбейтетін болсақ 72 болады. Жауабы бізде 45, 60, 72 болды. Енді 44-ші есепке тоқталайын. Қауын, қарбыз және асқабақтың массасы 19 кг. Қарбыз қауыннан 4 кг-ға ауыр. Қауын мен асқабақтың массаларының қатынасы 2-ның 1 қатынасындай. Қауынның, қарбыздың, асқабақтың массаларын табыңыз дейді. Ал бастайық. Біз қауын плюс қарбыз плюс асқабақ бізде 19 кг. Енді айтып тұр бізде қауын асқабақтан бізде қатынасы беріліп тұр. 2-ның 1 қатынасындай дейді. 2-ның 1 қатынасындай дейді. Енді ары қарай кеттік. Не дейді? Қарбыз қауыннан дейді. Қарбыз қауыннан 4 кг ауыр дейді. Енді сұрақ бізде қауын қанша килограмм, қарбыз
қанша килограмм, асқабақ қанша килограмм деп тұр. Енді шешуі деп қояйық. Бірінші бізде қауын 2х болады, қауын 2х плюс, енді мына жерде 2х-ті қоямында 2х плюс 4 болады. 2х плюс 4 бұл бізде қарбыздікі, мынау бізде қауын, және бізде не бар? Асқабақ бар, асқабақ. Осының барлығын қосқан кезде бізде 19 килограмм болу керек. Енді барлығын қосып шығайық. 2х-ға 2х-ті қосам, бұған х-ті қоссам 5х болады екен. 5х 19, 4 плюс теңдіктен екінші бетіне шыққанда минус болады. 5х тең болады 15, х тең болады 3. Енді екінші деп қояйық. Қауын бізде 2х еді, 2 көбейтілген 3 бізде 6 килограмм болды. Келесі қарбыз. Қарбыз бізде 2х плюс 4 болып тұр. 2 көбейтілген 3 қосылған 4. Бізде 10 килограмм болды. Келесі асқабақ бізде х еді, ол бізде 3 килограмм. Сонымен жауабы 6 килограмм, 10 килограмм және 3 килограмм болды. Келесі 45-ші есепке тоқталайын. Қаладағы ұзындығы 164 километр жолды жөндеуге жұмысшылардың 3 бригадасы қатысты. Бірінші бригада 7 жұмысшысы бар, ол 4 күн жұмыс істеді. Екінші бригада 6 жұмысшысы бар, ол 5 күн жұмыс істеді. Үшінші бригада 8 жұмысшы бар, ол 3 күн жұмыс істеді. Бригадалардың әрқайсысы неше километр жолды жөндеді? Ал бастайық, Бізде бірінші бригада плюс екінші бригада плюс үшінші бригада барлығы 164 километр жолды жөндеген. Енді бірінші бригада, оның 7 жұмысшысы бар, ол 4 күнде жұмыс істеп тұр. 4 күнде. Екінші бригада 6 жұмысшысы бар, ол 5 күнде. Үшінші бригада 8 жұмысшы бар, ол 3 күнде. Енді сұрақ, бірінші бригада қанша километр, екінші бригада қанша километр, үшінші бригада қанша километр жолды жөндегенін тап дейді. Ал шешуі, бірінші 7-ні 4-ке көбейтеміз 28, екіншісі 6 көбейтілген 5 30, үшіншісі 8 көбейтілген 3 тең 24, Так, сонымен бізде не болды енді? 28 бөлінген 30 бөлінген 24 болды, Яғни 28х 30х қосылған 24х тең болады 164. Барлығын қосамыз 82х тең 164. Х табу үшін 164-ті 82-ге бөлеміз. 2 болады. Енді үшінші, бірінші бригада бізде 28х болып тұр. 28-ді 2-ге көбейтемін. 56.
56 километр. Екінші бригада бізде 30х болып тұр. 30-ды 2-ке көбейтемін, 60 километр. Үшінші бригада 24х болып тұр. 24-ді 2-ке көбейтемін, 48 километр. Сонымен жауабы 56 километр, 60 километр және 48 километр болды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.